Сәлем достар, осындай менюді қалай жасаймыз? Ол үшін біз алдын ала қажет заттарымыздың бәрін Safari'дан көшіріп аламыз және Instagramға кіріп сол жерден жасаймыз. Ең оңай жері сол Instagramға кіріп. Алдымен осындай қара, может сізге басқа түсі ұнауы мүмкін. Осылай скачать етіп аласыз. Және бұған текст жазу үшін лето шрифтқа кіріп, ағылшыншалап мына жерден көріп алыңыз. Мысалы, менюған fast food. Осылай жазып, копировать етеміз де жаңағы жерге ставить етеміз. Ортасына қоясыз ба, шетіне қоясыз ба, мына шетіне қоясыз ба, өздеріңіз білесіздер. Қалай өздеріңізге ыңғайлы, солай жасаңыздар болады. Енді бізге мына 20 градустың қасында тұрғанды басамыз. Бізге не керек? Мысалы, донер. Осы донердің қоямыз. Және не бар тағы да? Бургер бар. Бургерді қоямыз. И хот-догты қоямыз. Осылай. Немесе осылай. Қалай ыңғайлы, солай қойсаңыздар болады. Мысалы, осылай қоямын мен. Енді осының тұсына бағасын жазамыз. Мысалы, донер. Донердің бағасын копировать етеміз де донердің тұсына әкеп қоямыз. Енді бургер. Бургер. Сызамыз. Бургердің бағасы 1090 теңге. Копировать етеміз. Бургердің тұсына қоямыз. Барлығы бірдей болсын десеңіздер, осылайынан қойсаңыздар болады. Кішкене созамын. Енді хот-догтың бағасын жазамыз. Хот-дог. $790 теңге. Копировать етеміз. Аны басып, ставитті басамыз. Енді осылай қойсаңыздар болады. Мынаны жауып жүретіндей болу керек. Міне осылай меню жасаңыздар болады. Бұның барлығын түсіріп алсаңыздар болады. Егер жаңағы ресторан, сондай фастфуд орталығынан немесе Safari'дан, Google'дан дайын осындай PNG форматын алсаңыздар болады. Сонымен сохранить етеміз. Егер де қандай да бір скидка, бірдеңке болып жатса, мысалы ретінде
біреуін алсаң кола беріледі деген сияқты. Коланы да сол PNG-мен немесе кез келген коланы алып фоторомнан артын кесіп алсаңыздар болады осылай. И сохранить етеміз. Артындағы рамкасы қандай болсын десе, сол бойынша жасасаңыз болады. Мен өзім қара қыламын. Енді бізге қажетті заттарымызды фото қою арқылы жасаймыз. Бізге керегі бірінші меню деп жазып аламыз. Ол үшін бізге лето шрифт қажет болады. Ағылшын тілге аударып, копировать етіп аламыз. Аны басып, ставить қоямыз. Ортасына қойып, осы жеріне. Енді біз қалай жасайтынымызды көріп аламыз. Қалай жасау керек? Осылай жасау керек. Бізге пицца керек. Пиццамызды алдында айтып өткендей Google-дан PNG форматтан аласыздар. Мысалы, осы пицца. Пиццаны қоямыз. Келесі бізге донер керек. Донерді қоямыз. Және әсіп керек. Әсіптің артын кесіп алу үшін фоторомға кіріп, әсіптің фотосы жоқ, менде осылай кесіп аламыз. Әсіп кесіліп алды. Енді бұны белый, черный, прозрачный деп тұр. Прозрачный қылып сохранить етеміз. Готово. Осыны барып мына жақтан осылайынан кесіп аламыз. Осылай кесіп алдық. Мына бойынша сет жасаймыз. Қайтып инстаграмымызға кіріп, әсіпті таңдап аламыз. Әсіптің түрі дұрыс болмай қалды. Бұны қайттан кесіп алсақ болады. Фоторомға кіріп, тағы да соңғы белгіленген әсіпті кесіп аламыз. Барынша кесілген түрі осы болды. Готово. Енді әсібімізді көреміз, қалай кесілді екен. Осындай қылып кесіпті. Осылай. Мынау сет дегенді, сет 1 дегенді лето шрифтқа жазып, 1,4790. Bir 4,790 теңге екен. Осы сет копировать етіп, мына жерге ставить етіп қоямыз. Үлкендеу болып көріну үшін, өйткені барлық адамның фокусы үлкен затқа түседі, сондықтан барынша үлкендеу қылып қоя беріңіздер. Енді осыны алса, кола подаркаға дейді. Коланы тоже PNG-мен алып, осылай қоямыз. Қасына подарканың суретін яқа жазамыз. Немесе осылай подарканың фотосын қойсаңыздар болады. Өзі автоматически шығады. Мысалы, осылай немесе кез келген. Мен осыны қойғым келіп тұр. Болды, бірінші сетіміз дайын. Сохранить етіп аламыз. Және музыка қойып, и сразу инстаграмға жіберіп жерсек болады.
Міне барлығын дұрыс қойдым. Енді бөлісеміз. Болды осылай. Егер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және осылай жасап үйреніп, қайта-қайта өте оңай жолын көрсеттім. Сіздер де табыс табыңыздар.